Д дәрумені және D3 дәруменінің жетіспеушілігі кімдерде болады? Дәрумендер мен минералдар ең алдымен ағзадағы зат алмасу процестерін реттеуге қатысады. Адамға оның жасына, жынысына, денсаулық жағдайына, салмағына, бойына, физикалық белсенділігіне, физиологиялық қажетсінулеріне байланысты осы заттар әртүрлі мөлшерде қажет. Сол себептен дәруменнің тапшылығын және оның аурулардың дамуымен байланысты салдарын болдырмауға көмектесетін нормалар болады. Дәрумені тапшылығының алдын алу денсаулық сақтау саласының маңызды міндеттерінің бірі. Әйелдердің денсаулығы үшін бағалы дәрумендердің арасында әлбетте дәруменнің, кальциферолдың рөлі ерекше болып табылады. Ол екі түрлі формада болып отырады. D2 және D3 олар бауыр мен бүйректе іске қосылып отырады. Дәруменнің түрлері D2 және D3. D3 дәруменін холикальциферол күн шуақты дәрумен деп атайды, себебі ол теріде ультракүлгін сәулесінің арқасында пайда болады. Ол үшін балалар мен ересектер аптасына бірнеше рет 15-30 минуттай күннің көзі түсетін жерде болып отыру керек. Алайда дәрумені өзінде теріні қорғау қажет болатын денсаулыққа зиянды уақытта, яғни сағат 11-ден бастап 2-ге дейін қарқынды түрде өндіріліп отырады. Оған қоса, дәруменнің табиғи түрде игерілуі жас ұлғая келе төмендеп отырады, ал терісі қаралтқым адамдар оны анағұрлым баяу түрде сіңіріп отырады. Пайдалы күн сәулесін қабылдау үшін, жағымсыз сәттерге күннен қорғайтын құралдар және қолайсыз экология, мысалы ауаның ластануы айналуда. Сол себептен тіпті жаз айларында холикальциферолды барлығы бірдей және әрдайым қор етіп жинап отыра алмайды. D2 эргокальциферол ағзаға әдеттегі аспен бірге түсіп отырады. Алайда дәруменіне бай жануар тектес тамақ өнімдерінің түрлері онша көп емес. Олар майлы сұрыпты балық, майшабақ, сардиналар, албырт, скумбрия, тунец, сутіл, қой еті, жұмыртқа, сарысы, сары май, қаймақ, кілегей, қатқыл ірімшік, сиырдың бауыры, теңіз өнімдері, нәлімнің бауыры, қызыл уылдырық, балықтың майы. Дәрумен өсімдік тектес тағамдарда шектелмеген мөлшерде кездеседі. Олар түлкішек саңырау құлағы, сұлы ботқасы, картоп, апельсин, ақ желкен, брокколи, жаңғақтар, өсімдік майлары. Пайдалы дәрумен ыдырап кетпеу үшін тағамдарды даярлау ережелерін ұстанып отырған маңызды. Астың ағзаны D2 дәруменімен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз ете алмайтыны да дәлелденген. Себебі ол үшін оған бай тағамдарды тым мөлшерде тұтынып отыру керек. Оған қоса олардың кейбіреуінде холестерин бар. Оған қоса бұл тізімде жүкті әйелдерге және бала емізетін әйелдерге 6 айға дейін абайлап тұтынуға кеңес берілетін немесе тұтынуға мүлдем рұқсат етілмейтін өнімдер бар. Дәруменнің көзі. Дәрумені осыдан 100 жыл бұрын сүйек пен тістің кальций мен фосформен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілмеуімен күресу үшін қажетті тағам өнімдерін іздеу барысында ашылған болатын. Балық майын қабылдаудың пайдасы дәлелденген болатын. Онда дәрумені көп мөлшерде болып келеді. Алайда бұл дәруменді бейтараптандыру кезінде балықтың майы өз қасиетін сақтап отырған. Бұл зерттеушілерді онда басқа да өмірлік маңызы бар заттар бар деген қорытындыға әкелді. Артынан ашылған дәрумен латын әліпбиінің 4-ші әрпінің атауына, яғни D атауына ие болды. Алайда балық барлық жерде бірдей жеткілікті мөлшерде қолжетімді бола бермеді, ал балық майының өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру уақытты қажет ететін. Сол себептен іздену одан әрі жалғасты. Көп ұзамай астың кейбір түрлерінің пайдалы қасиеттері оған ультракүлгін сәулелерін шашқан жағдайда күшейетіні анықталды. Әрі қарай дәруменін тірі клеткалар күн сәулесінің әсерімен синтездей алатыны дәлелденді. Дәруменін зерттеудің екінші толқыны 20-шы ғасырдың 80-ші жылдары басталды. Қазір оның тағамдық көзі ретінде мамандар ең алдымен балықтың және сүт өнімдерінің майлы сұрыптарын, сондай-ақ жануар тектес сорпалық өнімдерді атайды. Дәруменнің пайдасы және ол не үшін қажет? Кальциферол әйел денсаулығына арналған дәрумен деп саналады. Шынымен де ол әйелдер үшін маңызды. Себебі ол еркектердің ағзасымен салыстырғанда басқа дәрумендер сияқты едәуір артық мөлшерде жұмсалып отырады. Бұл әйел ағзасының ерекшеліктерімен және функцияларымен байланысты. Этеккір циклы, жүктілік, босану, бала емізу, климакс. Сол себептен өмірдің әр түрлі кезеңінде D3 және D2 дәрумендерін қажетсіну мөлшері артып отыруы мүмкін. Алайда бастысы, әйелдерге кальциферолдың тапшылығы немесе артық мөлшерін болдырмай, оның баламалы мөлшерін ұстап отыру қажет.
осылайша Д дәрумені барынша қажет болып табылады. Себебі ол қандағы кальций және фосфор сияқты минералдардың деңгейіне жауапты. Алдыңғылары өз кезегінде сүйек бұлшық ет ұлпасының сүйек, буындар, бұлшық еттер, тіс сақталуына және нығаюына ықпал етеді. Тірек қозғалыс аппараты сонымен бірге 20 жасқа дейін қалыптасатын дұрыс дене келбеті үшін маңызды. Иммундық, жүрек қан тамырлары, эндокринді, гормональды жүйке жүйелерінің жұмысын бақылайды. Атап айтқанда, туа біткен иммунитеттің деңгейін қолдайды. Көмірсулы зат алмасуды реттейтін гормонның Д гормон рөлін атқарады, яғни арықтау мәселелерімен тікелей байланысты. Демек, дұрыс зат алмасу үшін және дененің оңтайлы салмағын сақтап отыру үшін маңызды. 200 астам генді реттейді. Қабынуға қарсы, ісікке қарсы, иммундық модуляциялық тиімділікке ие, қартаю процестерін баяулатады, энергияға толтырады. Бала көтеруге, жүктіліктің сақталуына және ұрықты қалыпты көтеріп шығуға ықпал етеді. Жүктілік кезінде барынша қажет болып табылады. Себебі ұрықтың иммунитеті мен оның сүйек ұлпасының қалыптасуына әсер етеді. Босанудан кейін әйелдің ағзасын қалпына келтіреді. Көзге, зер салуға және жадыға жақсы әсер етеді. Әйел ағзасындағы Д дәруменінің тапшылығы. Д дәруменінің тапшылығы әлем тұрғындарының 75%-ында байқалып отырады. Олардың басым бөлігін әйелдер мен балалар құрайды. Бұл заттектің әйел ағзасындағы тапшылық себептеріне мыналар айналуы мүмкін. Күннің әсерімен Д2 дәруменінің жеткілікті мөлшерде өндірілмеуі. Жылдың қыс-көктем мезгілі, қазан және наурыз айларының аралығы. Монодиеталар, ақуызды диеталар, теңгерімделмеген түрде тамақтану, вегетариандық, жүктілік. Бала емізу. Бала емізудің алғашқы 6 айында әйелдердің ағзасындағы Д дәруменінің деңгейі күрт төмендеп отырады. Бұл кальцийдің жүктілік кезімен салыстырғанда 4 есе артық мөлшерде шығындалуына себеп болады. Жас ұлғаю. 50 жастан кейін. Бауыр мен бүйрек, өт қабы, аш ішектің аурулары. Артық салмақ. Физикалық белсенділіктің болмауы. Антоциттерді, асқазандағы жоғары қышқылдық деңгейін төмендететін және холестеринге қарсы препараттарды қабылдау. Эндокринді жүйенің, өт қабының созылмалы аурулары, панкреатит және басқа. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.